күн. Бүгінгі музей сабағының тақырыбы Ұлытау жезқазған өңірін зерттеушілер. Жалпы Ұлытау жезқазған өңірін Қазақстанның асыл қазынасы деп айтсақ қателеспейміз. Сөзіміздің дәлелі ретінде Қаныш Сәтбаевтың Жезқазған қазақ елінің інжу маржаны деген сөзін мысалға алсақ болады. Ал Ұлытау өңірінің саяси маңызы жөнінде Қаныш Имантайұлы бұрынғы уақытта Ұлытау Қазақстанның саяси орталығы болған. Бұл жерде қазақтың Алаш, Кенесары, Абылай сияқты атақты хандары мекен еткен деп жазды. Қаныш Имантайұлы Баянауыл өңірінде дүниеге келгені белгілі. Шын есімі Ғабдылғани екен. Алайда қазақтың асыл азаматы өмірінің барлық саналы кезеңдерін Жезқазғанның игілігіне жұмсады. 1926 жылдан 1941 жылға дейін Ұлытау Қарсақбай қойнауын шарлап, қазына байлықтарын ел кәдесіне жарату жолында орасан зор еңбек етті. Бүгінгі алып кеніштер мен зауыттар, дәулетіне сәулеті келіскен Жезқазған шаһары Қаныш ағаның орындалған асыл арманы. Қаныш Сәтбаев кен байлығын іздеумен қатар, көнеден жеткен шежіре сырын бір кісідей зерделей білген. Алтын шоқыдағы ақсақ темірдің тасқа қашап жазған жазуын алғаш тауып, ғылыми айналымға енгізді. Өңір тарихын зерттеп жазған еңбектері де мол. Жезқазған Ұлытау өңірінің тарихи таңбаларын зерттеуде Әлкей Хақанұлы Марғұланның еңбектерін атап өтпесе болмас. Әлкей Хақанұлы Алашахан, Жошыхан, Домбауыл күмбездерімен қатар таңбалы тас ескерткішін алғаш зерттеген ғалым. Жезқазған, Шақпақтас, Саяқ, тағы да басқа кеніш орындарын, металлургия орталықтарын ашты. Қазақ хандығына байланысты бірнеше тарихи орындарды анықтап берді. Ұлытау туралы академик Әлкей Марғұлан Ұлытау халқымыздың ел болып қалыптасуына, бірлік тірлігіне діңгек болған, исі қазақтың айналып соғар түп қазығындай қасиетті мекен деп жазды. Кетбұқаның 13 ғасырда шығарған Ақсақ құлан, Айдаһар мен Арбасу, Жошы ханның жортуы атты елге кең тараған күйлері осы хан ордасы, Жошы ордасы атты жерлерде туғанын тарихи нұсқалармен дәлелдеді. Таңбалы Нұрадағы таңбалы тасты зерттеп, көлемді ғылыми мақала жазғанда, хан ордасының орнын анықтап елге танытқанда Әлкей Марғұлан. Сондай құндылықтардың бірі таңбалы тас Кетбұқадай бабаларымыздан қалған асыл мұра. Сарыарқа өлкесін осы дәуірде Әлкей Марғұланмен қатар зерттеген ғалымдардың бірі Николай Васильевич Волокинский болатын. Қазақ металлургиясында жаңалық болған Милықұдық жері Жезқазған қаласынан 12 километр қашықтықта орналасқан. Бұл жерді ең алғаш ауқымды түрде зерттеген 1945 жылы орыс ғалымы Николай Васильевич еді. Ол жерден тұрмыс қалдықтары, қойма орындары табылған. Тіпті Әлкей Хақанұлы өз жазбаларында Волокинскийдің күнделіктеріне сүйене отырып жазып, Милықұдыққа қатысты барлық деректерде оның еңбегі орасан деп айтып кеткен. Николай Васильевич пен Әлкей Марғұланның геология-археологиялық зерттеулерінің арқасында 1930-1950 жылдары мыс қоймаларының орындары табылып, бірнеше қазба жұмыстары жүргізілген болатын. Сонымен қатар, Волокинский осы аймақтағы Талдысай елді мекеніндегі өндірістің қызметін ашып, тотыққан және сульфидті мыс кеніне бай екенін көрсеткен. Бұл жерде мыс балқытылып, онда түрлі бұйымдар құйылып, темірмен соғылған. Қазақ жеріне жер аудару себебінен келген орыс ғалымы Игорь Фортунатов Қарағанды облысындағы Қарлаққа жіберілген болатын. Ол жерден азат етілген соң Жезқазған өңіріне аттанып, осы өлкеде қызмет етті. Жезқазғанда ботаникалық бақ орнатып, жаңадан дамып келе жатқан өнеркәсіптік қаланы жаңа көкөністермен қамтамасыз етуге, кенттер мен жұмыскерлер ауданын көгалдандыруға бағыттады. Келесі қазақтың сөнбес жұлдызы, географ, этнограф, зерттеуші ғалым, қысқа ғұмырында өшпес мұра қалдырған Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Жезқазғандық қазақтардың өмірін алғаш зерттеген ғалым. Ол Сарысу бойындағы Жұбан ана, Айболат ескерткіштерін зерттеп, өз қолымен суретін салған. Сондай-ақ Жезқазған Ұлытау өңірін зерттеп, өлкетану ісіне зор үлес қосқан, тарихи тұлғаларды халыққа таныстыру, ел ішіндегі аңыз жырларды, материалдық мұраларды жинастыру мақсатына осы өлкенің тумасы Сүтемген Тақабайұлы Бүкіров бар ғұмырын арнаған. Сүтемген Тақабайұлы жинастырған мол мәліметтерінің негізінде Тайжан ақын Жезқазғаным менің, Красный директор атты еңбектері жарық көрді.
Қорыта айтқанда, Жезқазған қаласындағы музей ісінің қалыптасуына, экспонаттармен, қажетті құжаттармен толығуына, әсіресе қалаға музей ісі мамандарын шоғырландыруда Сүтемген Бүкіровтің еңбегі ерен. Сарыарқа өңірінің жануарлар және өсімдіктер әлеміне қызығушылық танытып, зерттеген ғалымдар баршылық. Солтүстік Балқаш өңірінің бедері мен флорасын орыс саяхатшысы Меферт зерттеген болатын. Ол Балқашқа бағытталған Мойынты, Жәмші, Тоқырауын өзендерінің жүйесін жазды. Ал неміс ботанигі Шренк Ұлытауға саяхат жасап, архитектуралық ескерткіштеріне аса назар аударды. Біраз өсімдіктерге жаңаша атау берді. Қазақстанның және Ресей елінің қызыл кітабына енген Шренк қызғалдағы Сарыарқа даласында да кездеседі. Ұлытау Жезқазған өңірінің дамып өркендеуіне өз үлесін қосқан ұлы дала алаңдарының фотогалереясы. Сарыарқаның сағымымен бір құшқан, сәулетімен сәніменен нұр құшқан, салтанатты Жезқазғанның қаласы-ай, асты алтын үсті күміс гүлістан, кезді бойы Жезқалам, жер түбінен Жезқалам. Міне, қаншама ғалымдардың саусағының ізі қалған, маңдай тер еңбегі сіңген бұл өлке, ел бастаған көсемдердің, сөз бастаған шешендердің, қол бастаған батырлардың құт мекені. Желмаямен еліне жайлы қоныс іздеген Асан Қайғы бабамыз Ұлытауға келіп тоқтап, жерінің сарқылмас қазына байлығын көріп, елдің аласы, рудың таласы жоқ, шөбі, ет, суы сүт, бауыры құт, мен іздеген жерге осы болар деген екен. Ендеше барымызды қадірлеп, қастерлей білейік.